Саламатсыздар ма? Оқушылар отырайық. Балалар, қазір бізде тау кенісі сабағы. Тау кенісі сабағында негізгі бүгінгі өтетін тақырыбымыз ашық қазудың жалпы қағидалары. Ашық қазудың жалпы қағидаларына тоқтамас бұрын ең бірінші сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Кенді өндіру барысында ашық түрде өндіруден басқа тағы да қандай түрде өндіруге болады кенді? Ғазиз айта ғой. Кенді, пайдалы кенді жабық түрде шахталарда өндіруге болады. Яғни жер асты өндіру жұмыстары. Өте дұрыс, отыра ғой. Негізгі бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ашық тау-кен орындарын ашуды меңгеру. Ашық тау-кен өндірісі, яғни ашық түрде кенді өндіру дегеніміз міне мұнда сіздерде суретте көрсетіліп тұр. Жалпы сіздер білесіздер, ашық түрде кенді өндіру дегеніміз осы жер қойнауындағы қатты пайдалы қазбаларды, қатты денелерді, яғни пайдалы қазба түріне ауыстырып, соны өндіріп, өңдеп, біз не істеу керекпіз? Пайдалы қазбаны алу керекпіз. Міне бұл ашық түрде, яғни оны карьер деп те айтамыз. Синонимдес түрі карьер. Енді қараңыздар, ашық кен орындарын өндіру барысының өзі мінекей үш түрден тұрады. Яғни даярлау, негізгі құрылыс және пайдаланушы ашық кеніштегі берілетін кезеңдер, яғни пайдалы қазбаны алу кезеңдері. Біз білеміз, жер асты арқылы өндірудің өзі осындай кезеңдерден тұрады. Дайындау кезеңі барлық кенді өндіру кезінде бізге беріледі, дайындау кезеңі. Одан кейін негізгі құрылыс ашық кенішті қалыптастыру. Ашық кенішті қалыптастыру қалай жүзеге асатын, қандай элементтер болатын алда түсіндіретін боламын. Одан кейін ашық кеніштегі алатын пайдалы кендерді пайдалану. Енді осы ашық кенішті қалыптастыруға байланысты сіздерге мен бір видео материал көрсеткім келіп тұр. Соны қарасаңыздар. Бір жоба кейде тіпті осындай техниканың көмегімен өндіріледі. Казминералс карьерлерінде бұрғылау, жару әдісі қолданылады. Негізінде карьер бұл қазаншылық қозы. Ол уақыт өте келе тереңдеп, кеңейе береді. Кейде бір жобаға екінші жоба бірігіп кетеді де, карьерлер саны көбейеді. Мысалы, Бозшакөлде осылай жүріп жатыр. Мұндағы жұмыспен өтеу 4 кезеңнен тұрады. 40-50 жыл бойы пайдаланудан Казминералстың карьерлері өзгерістерге ұшырайды. Олардың тереңдігі жүздеген, ал ұзындығы мыңдаған метрлерге жетеді. Карьер тереңділігіне қарай сатыларға ұқсайтын кертпештерге бөлінеді. Кертпештің биіктігі тау жынысының биіктігі мен қолданылатын техникаға байланысты кертпештердің жоғарғы және төменгі аумақтары болады. Аумақтар жұмыс жасалатын және жасалмайтын болып бөлінеді. Жұмыс жасалмайтын аумақтар карьер еңістерінің беріктігін қамтамасыз етеді. Айтпақшы, тау жыныстарының опырылып құлауынан қорғану үшін көбіне жұмыс істелетін аумақты өңдеп болғаннан кейін еңістерді қосымша бекітеді. Шахта секілді карьерлерде де кенжарлар бар. Бұл бөліктерде тікелей минерал қазу процесі жүреді. Алдымен жұмыс істелетін еңістерде жарылыс жасалатын ұңғымалар құрылады. Сосын жарылыс жасайды. Бұдан кейін экскаватор және тиегіштермен жүк көліктеріне жыныстарды тиеді. Ал олар оны конвейер жүйесіне әкеледі. Немесе әрі қарай ұсақтау үшін тікелей фабрикаға апарады. Яғни ашық кеніштегі жалпы дайындық жұмысынан бастап сіздерге жаңағы негізгі құрылысы және пайдалы кенді өндіру кезіндегі жүргізілетін жұмыстарды қысқа түрде видео материалда көрсетіп кеттік. Енді қараңыздар, жалпы осы ашық кеніштің өзінің элементтері бар. Яғни ол қандай пайдалы қазба өту, пайдалы қазбаларды өту түрлері және олдағы пайдалы қазбаны алғаннан кейін қай жерге апарамыз, сонымен қатар қандай жолдар болады, осының барлығы сіздерге осы схема бойынша элементтері түсіндірілген. Бірінші қарасаңыздар,
мынау тұрған 5-ші номерде сіздердің алдарыңызда бар, әрбіреулеріңіздің 5-ші номерде бұл жұмыстың деңгей жегі, яғни осы жаңағы сатылар арқылы сол жұмыстың деңгейі не істейді, көрсетіледі. Одан кейін мынау тұрған 6 аттырылған таужыныс. Аттырылған таужынысы қандай жұмыстарды жүргізу арқылы жүзеге асырады? Бұл жерде логикалық сұрақ ретінде мен осы сұрақты қойғым келіп отыр. Кім айтады? Аттырылған таужыныс. Бұрғы аттыру жұмыстары. Я жаңа сіздерге видеодан да көрсетіліп кетті. Одан кейін кеннің сілемі, яғни бұл жерде бос жыныстарды ішкі үйінділерге не істейді? Үйу арқылы кен сілемі болады. Одан кейін ұңғымалар, деңгей жекке келетін ор жол дегеніміз осы ор жолдар арқылы техникалар жүріп, қызметкерлер, яғни жұмыскерлер сол жолдар арқылы не істейді? Түсіп жұмыстарын жүргізе алады. Одан кейін деңгей жекке келетін ор жол, яғни мынау тұрған жұмыстардың барлығының несі бар, соңы болады. Сол деңгей жекке келетін ор жолдың түрі міне 10-шы номерде не істеп тұр, көрсетілініп кетіп тұр. Енді қараңыздар, ары қарай. Яғни кен орнының жаңа сіздерге белгілі, ашу дегеніміз осы кеніштегі деңгейжектердің жер бетіндегі кіріс жолдарын қамтамасыз ету, сонымен қатар капиталды тау-кен қазбаларын жүргізу. Ол дегеніміз ор жол дедік, траншея дедік, осылардың бәрі пайдалы қазбаның түрлері. Пайдалы қазбаның сонымен қатар капиталды траншейлердің, яғни ор жолдардың тұйық, ілмекті, спиральды және құрамды болып 4 түрге мінекей бөлінеді. Бұл бізде траншея, яғни ор жолдың түрлері. Енді жалпы осы ашық кеніш бізде 6-шы ғасырдан бастап негізі ашық кеніш, пайдалы кенді алып келеді. Одан кейін 19-шы ғасырдан бастап кәдімгі ашық карьерлер пайда бола бастады. Біздегі ашық карьерлер, яғни ашық кеніштерді кім біледі осы біздің өңірдегі ашық кеніштерді? Махаббат айтауы? Малшыбай босқын жолында жыланды деген жер бар. Жыланды деген. Қазіргі кезде сол жерде жұмыс жасалынады. Жезқазған өңірлерінде де ашық кеніштер бар. Ашық кеніштер бізде қазір бар. Көбінесе сол Сарыоба, Жыландыда қазіргі кезде жұмыс жасалып жатыр. Бұл біздің ашық кеніштер. Жалпы балалар ашық кенішті игерудегі жалпылама білу керектеріңіз сіздердің осы. Енді осы білімдеріңізді бекіту үшін сіздерге жаңа мен алдарыңызға тест сұрақтарын бердім. Сол тест сұрақтарын 7 сұрақтан тұрады. 1,5 минутта белгілеп шығуға болады. Себебі жаңа ғана сіздермен біз ол туралы айттық. Содан кейін бұл тест сұрақтарын жазып алыңыздар. Балалар тест сұрақтан болып қалдыңыздар ма? Так, болып қалсаңыздар, жаныңызда отырған адамға беріңіз. Бір-біріңіздің тест сұрақтарыңызды, яғни тексеретін боласыздар, Қанекей. Тексере берейді. Бірінші сұрақ, қай ғасырларда Қазақстанның саяқ жезқазған өңірлерінде мыс кентасы, яғни жезқазған өңірлері осы ашық аспен алынды? С жауабы дұрыс, 6. Екінші, ашық кен орнының құрылысы қандай кезеңдерге бөлінеді? Ашық кеніште пайдалануға арналған кезеңдер түрлері. Даярлау, негізгі құрылыс пайдаланушы. Ашық қазба жұмыстарын атаңыз.
Мұнда ашық қазба деп тұр, я? О, жолсы жауабы. Төртінші, кеніште бірлік уақытта өндірілетін тау-кен массасының мөлшері. Кеніш өнімділігі. Бесінші, капиталды траншеялардың пішіні тұйық, ілмекті, спиральді және құрамды болып бөлінеді. Осы дұрыс па, или бұрыс па? Осының барлығы дұрыс. Д. Тау-кен жұмыстарының режимі сипатталады. А. Өндіріс тәртібімен, жұмыс көлемімен. Тау-кен жұмыстарының күнтізбелік жоспары нені көрсетеді? С. Өндіріс жылдары бойынша қазба жұмыстарының уақытқа бөлу. Тексердік қой. Енді сол жерге қаншасы бұрыс, қаншасы дұрыс екенін жазып, шетіне қойып қойыңыздар ненің партаның. Одан кейін балалар сіздерге дәптерлеріңізге жазып қойдық қой, күнді, барлық уақытын. Енді мұна тұрған пайдаланушы негізгі жаңағы құрылысы, осыны жазып қойыңыздар. Қанти, жазып қойыңыздар. Дәптерді ашамыз. Buradan. Так, açlarımızı, kameralarımızı yazınızlar oraya. Жазып алыңыздар. Так, жазып алдық па? Так, жазып алсақ. Ары қарай балалар, біз Quizlet мына жерде бағдарламасы арқылы деңгейлі сұрақтар дайындадым. Яғни, мұнда сіздерді бағалай отырам. Аружан қазір Quizlet арқылы балалардың жинаған ұпайларын жазып отыр, жарай ма? Осы 5 сұрақ арқылы қолдарыңызды көтеріп қана жауап бересіздер. Біріншіден бұл сіздердің жылдамдықтарыңызды, екіншіден білген, яғни білім деңгейлеріңізді көрсетеді. Бірінші сұрақ, ашық кен орнын ашу дегеніміз не? Бұл 2 балмен бағаланады. Қанеки, ашық кен орнын ашу дегеніміз не? Қаны Ділназ айта қой. Жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды жер бетіндегі ашық тау-кен тәсілдері арқылы шығарып алу. Яғни өте дұрыс, тірі жылдары қамтамасыз ететін осы теория. Одан кейін 2 балды қой. Екінші, даярлау кезеңінің ұзақтығы келесідей анықталады. Қалай анықталады? Қаны кім айтады? Даярлау уақытын кезеңділігі. Қаны кім айтады? Қаны Әмір айта қойшы. Қаны Ғазиз айтады. Даярлау кезеңі 4 айдан 10 айға дейін уақыт алады. Яғни 10 айға дейін уақыт алады. Дұрыс. 2 балл болып қой. Тау-кен капиталдық жұмыстарға кіреді. Тау-кен капиталдық жұмыстарға кіреді. Капиталдық жұмыстарға не кіреді? Қаны кім айтады? Капиталдық жұмыстарға не кіреді? Қаны? Махаббат айта ғой. Тау-кен құймалы жұмыстарына жаңа құймалы, дренажды, капиталды және траншеяларды жүргізу болып қойды. 3 балл боламыз. Ашық кен орнының құрылыс уақыты көп нүктенің орнында сөз бар. Тікелей байланысты, яғни не нәрсеге тікелей байланысты? Бұл 2 балдық сұрақ. Дария айта ғой. Даярлау мен негізгі кезеңдерге байланысты. Өте дұрыс, даярлау және негізгі кезеңдерге байланысты. Ашық түрде кенді өндіру дегеніміз не? Қаны кім айтады? Ашық түрде кенді өндіру дегеніміз не? Қаны? Айта ғой, Махаббат. Ашық түрде кенді өндіру дегеніміз, ол
жер қойнауындағы қатты пайдалы қазбаларды жер бетіне шығарып алу тәсілі болып Өте дұрыс. Яғни жер қойнауындағы қатты пайдаларды пайдалану арқылы алу тәсілі. Балалар, жақсы, рахмет. 2 балл болып қоя ғой, Аружан. Осы бойынша қазір бағалаймыз. Менде міне тестілік сұрақтар бар. Балалар, енді инсерт әдісі арқылы мен сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді. Яғни осыған дейін не білдіңіз? Білдіңіз бүгінгі сабақтан, білгіңіз келеді. Бірінші, білдім, осыған дейін не туралы білдіңіз, Насыр? Не туралы білдіңіз? Кеніштің қандай кездеседі екенін білдім. Аха, білдіңіз. Осы сабақтан білдіңіз, қаны жібек айтауы. 19 ғасырдан бастап, 19 ғасырда ашық кеніштер ашыла бастады. Ашыла бастады, я. Тағы да не білдіңіз, Аружан, тағы не білдің айтауы? Біздің жезқазған өңірлеріндегі ашық кеніштер жайлы. Ашық кеніштер.